Сәлеметсіздер ме менің оқырмандарым, менің есімім Таңшолпан, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін қиярдың жабылу жолымен бөлісемін. Жыл сайын қиярды осы рецепт бойынша дайындаймын. Қиярды жаппас бұрын алдымен барлық керектілеріңізді дайындап алу қажет. Бақшадан жиналған қиярларымызды жуып тазалап, 1-2 сағатқа салқын суға салып қою қажет. Қиярлар өте аса үлкен болмаған жөн. Барлық банкілерді тазалап жуып, стерилизовать етіп, буға 1-2 минутқа қойып аламын. Қаз-қатарынан бүгін мен 14 банкі жабамын. Және де керек заттарымды дайындап қойдым. Укропымды кесіп дайындап, чесноктарымды ашып, қақпақтарын осы көріп тұрғаныңыздарыңыздай осылай уксуспен айналдырып өткіземін. Бұл өте жақсы, атылып кетпейді. Бірінші біз стерилизовать етілген банкімізге укроп саламыз. Үстінен 2 литрлік банкіге 2 штук чеснок саламын. Қиярды мен 2 литрмен ғана тек жабамын. Содан кейін әр банкіге 2-3 жапырақ лавровый лист саламын. Көз мөлшермен 2-шеумен. Содан кейін 2 жағы кесілген қиярларды барлық 2 литрлік банкімізге орналастырамын. Бас жағына, ас жағына үлкендерін салып, сосын жоғары жағына кішкентайларын орналастырамын. Осылай 14 банкімді толтырып шығып дайындап қоямын. Содан кейін қайнап тұрған суды уже құя бастаймын. Міне қайнаған суымды барлығын құйып қойдым. Бұл қайнаған суды біз 10-15 минуттай қоя тұрамыз. 10-15 минут тұрған суды осылай арнайы ыдысқа құйып аламын суын. Бұл судың ішіне мен 2 литрлік банкіге 2 ас қасық тұз, 4 ас қасық қант саламын. Әркім өзінің егер ашылау жақсы көретін болсаңыз, тұзын көбірек қосып, қантын аз қоссаңыз да болады. Осы сиропты дайындап аламын. Ол уақытқа дейін суымыз қайнағанша әр банкіге 4-5 бұрыштан және де 2 штук аспириннан салып шығамын. Қазір осының үстіне біз қайнаған суымызды құямыз. Міне суымыз қайнады. Бұнда біздің жаңағы тұзымыз бен қантымыз еріп, сумен бірге. Біз осыны барлығын банкіге құямыз. Ыстық сумен аспириніміз толық еріп, хрустящий болып, қытырлақ күрт-күрт етіп, әдемі болып шығады. Және де атылмайды, мутный да болмайды. Дәмді қияр болып. Менің жапқышым осындай. Сіздерге және көрсету үшін түсірдім. Кешкісін осылай жауып қойып, таңертең мен барлығын погребке түсіріп, салқын жерге түсіріп қойдым. Астарыңыз дәмді болсын. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Лайк басып, комментарий қалдырып, менімен бірге болыңыздар.